Қарағандыда тас жолды ерген қар суы шайып кетті. Енді жол жоқ. Бұл Қарағанды жезқазған жолы, республикалық маңызы бар бағыт. Әлеуметтік желіде тұрғындар осылай шулап шыға келді. Бірақ экспресс-ка журналистеріне Қазавтожолдың Қарағандыдағы филиалы хабарласып, бұл бізде емес депті. Сөйтсе мына жағдай Абай облысында болыпты. Қазір бұл жерді жергілікті төтенше жағдай қызметкерлері күндіз түні күзетіп тұр. Жалпы бұл жағдайдың қай жерде болғаны маңызды емес. Бастысы Қазақстанда биыл жолды, түгелдей ауылды, қызыл су шайып кеткен жағдайлар өте көп орын алды. Енді табиғат қой, енді не істейміз деп құтылып кетпей шенділерге алдын ала қамдануға болушы еді. Дамбылар қойып судың бағытын өзгертуге болушы еді. Бірақ бұл Қазақстан бәрін